Бақыттың кілті еркекте емес. 4-ші бөлім. Шынайы оқиға. Айнұр туған күнін 2 қабатты үлкен мейрамханада атап өтетін болды. 1-ші қабаты мейрамхана, ал 2-ші қабаты жастарға арналған түнгі клуб екен. Мейрамхана сағат түнгі 12-ге дейін жұмыс істесе, ал түнгі клуб түнгі 12-ден таңғы 5-ге дейін жұмыс істейді екен. Айнұрдың тобындағы топтастары туған күнмен қатар студенттік өмірдің алтын ортасы деген мерекесін де атап өтпекші болып, ортадан қаражат жинап барлығы атсалысты. Сөйтіп ас мәзіріне тапсырыс беріп, мейрамханадан кейін клубқа көтеріліп, кешті жалғастырмақ болып келіскен екен. Содан кешке дайындалып, бетімізді әрлеп, шашымызды дұрыстап, жаңадан сатып алған көйлектерімізді киіп, белгіленген уақытта кешке қарай мейрамханаға жинала бастадық. Айнұр нағашыма ұқсаған қара торының реңді қызы болатын. Маған қарағанда мінезі ашық, орыс, ағылшын тілдерінде еркін сөйлейтін. Астананың сылқым да сұлуы болатын. Дос жараны өте көп болатын. Сол достары бар, тобындағы топтастары бар, кешке қарай 25 адамдай жиналды. Кеш өте көңілді басталды. Мен өзімнен жас айырмашылықтары бар ортада шамалы қысылып отырдым. Мұнымды байқаған Айнұр маған қарап, құлағыма сыбырлады. Гүлконай, өзіңді емін-еркін ұстасаңшы, неге үлкенмін дей бересің? Барлығымыз бірдейміз ғой. Сені менің әпкем деп ешкім ойламайды. Бүгін сондай сұлу болып кеттің. Достарым, әпкең Николь Кидманға ұқсайды екен, просто красавица деп тамсанып отырғанда деп, әзіл қалжыңы аралас, көңілімді бір көтеріп қойды. Достары сөз сөйлеп, Айнұрға тілектерін айтып, кешіміз өте көңілді өтіп жатты. Бір кезде қолында үлкен қызыл раушанға толы себеті бар, ақсары, жүзінен шуақ шашқан, жымиғанда 2 бетінің шұқыршығы пайда болатын, бойы ұзын, ірі денелі, ақ костюм сым киген бір жігіт кіріп келді. Үстелдегі жігіттер оны көріп өре түрегеліп, "О, Талген келді. Кешіккенің үшін айыпты болдың ғой" деп қалжыңдасып амандасып жатты. Айнұрдың достарының ішіндегі бойы да ұзын, сымбаттысы да осы жігіт екен. Ол есіктен кіре бере ақ, оны көргенімде жүрегім бірден қатты дүрсілдей жөнелді. Әлгі Талген Айнұрды туған күнімен құттықтап бетінен сүйді. Айнұр бұл жігітті орынды қалдыртып екеуміздің ортамызға жайғастырды. Талғат еңкейіп жаныма отыра бергенде ыстық демі желкемді шарпып өткенде денем ток ұрғандай дірір ете қалды. Өз-өзімнен ыңғайсызданып, бетім дуылдап өзіме түсініксіз бір күй кештім. Талғат жайғасқан соң барлығымен әзіл қалжыңы жарасып, әңгімесін айтып, ортаға тез сіңіп кетті. Бір кезде сөз кезегі маған да келіп, Айнұр мені барлығымен таныстырып өтті. Мен сіңілім әрі құрбымдай болған жанға өз жүрек жарды тілегімді айтып жатқанда, Талғаттың маған бұрыла отырып, мені мұқият тыңдап отырғанын байқадым. Көз қырымен менің түр тұлғамды бастан аяқ қарап, бар іс-қимылымды бақылап отырғандай көрінді. Оның бұл көз қарасынан мен одан әрі қысыла, сөзімді әрең аяқтадым. Сөйтіп, ыстық тамақтан соң антракт болып, жастар кейбірі сыртқа шығып, кейбірі ортаға шығып билей бастады. Мен жуынатын бөлмеге барып, бетіме опамды жағып, шаштарымды дұрыстап, шығып келе жатқанымда, залда баяу әуен ойнай бастады. Ішке кіріп, терезе алдындағы диванға жайғасып, отырғаным сол еді, қайдан келіп қалғанын білмеймін. Жаңағы Талғат қолын созып мені биге шақырды. Алақаны қандай ыстық еді. Белімнен қапсыра құшып кеудесіне тақағанда, тұла бойым шымырлап, жүрегім кеудемнен шығардай дүрсілдеп соға бастады. Талғат құлағыма сыбырлап, "Гүлнұр, сізді Айнұрдың әпкесі деп еш ойламаппын. Құрбысы боларсыз" деп топшалап едім. Өйткені Айнұр екеуіңіз мүлде ұқсамайды екенсіздер деп жымиып күлгенде, мен де еріксіз күлдім. Бойым босаңсып, өзімді еркін сезіне бастадым. Мен Айнұрдың туыс әпкесі болып келемін деп екеуміздің әңгімеміз жараса бастағанда, әуен де аяқталып, барлығы жиналып қайта үстелге отырдық. Екінші отырыста Талғат екеуміздің әңгімеміз жарасып, өзімді еркін сезіне бастадым. Мейрамхана уақыты аяқталғанда жастар 2-ші қабатқа, түнгі клубқа көтерілді. Кеш әрі қарай жалғасын тапты. Сол жерде барлығымыз емін-еркін билеп, әңгімелесіп, клуб жүргізушілерінің түрлі ойындарына қатысып, билеп, сағат түнгі 3 болған кезде нағашымның осы уақытқа дейін ғана рұқсат берген есімізге түсіп,
үйге қайтуға жиналдық. Құдды ертегі әлеміндегі Золушкаға ұқсадық. Айнұрдың достарының біразы қайтатын болды, бір шамасы қалатын болды. Сөйтіп жиналып сыртқа шықтық. Осы жерде Талғаттың бір досы келіп, Талғат екеуі көлікпен бізді үйге дейін әкеліп тастады. Сол кештен кейін Талғат маған университетке жиі іздеп келетін болды. Ол жігіт менен 3 жас кіші еді. Алайда түріне, дене бітіміне, сөйлеген сөзіне қарасаң, үлкен жігіт секілді көрінетін. Талғат Айнұрлармен бір факультетте оқитын жақсы араласын достары екен. Астананың жергілікті жігіті, отбасында ең кенже ұл екен. Ата-анасы білім ордасында доктор, профессор шені бар, өте білімді кісілер екен. Ал екі ағасы мемлекеттік қызметте жоғары жақта істейтін шекпенділердің бірі екен. Жалғыз әпкесі білім саласында қызмет істейтін көрінеді. Алайда Талғат бай әулеттенмін деп көкірегін кермейтін. Өзі сондай сыпайы, мінезі жұмсақ, үнемі күлімдеп жүретін жігіт еді. Уақыт өте келе мен оны ұната бастадым. Бойымда оған деген ғашықтық, ұнату, сүю деген сезімдер ояна бастады. Талғат мен үшін өзгеше жан секілді көрінетін. Әйел адамды құрметтеу, аялау, сыйлау дегенді жақсы білетін. Кездесуге келген сайын гүлін, тәттісін алып келетін. Әйелдер мерекесінде маған қымбат, бренд заттар сыйлайтын. Мейрамханаларға жиі шақыратын. Осылай жүріп Талғат екеуміздің көңіліміз жарасып, қыз бен жігіт болып кездесіп жүре бастадық. Жас айырмашылығымыз мүлде сезілмейтін. Мен университетті аяқтайтын уақытта көктем шыға, ол мені үй ішімен, аға жеңгелерімен таныстырды. Талғаттың үй іші мені жылы қабылдап, ата-анам, шыққан тегім, бауырларым жайлы барлығын сұрап, жақсы әңгімелесіп, кеш аяқталған соң жылы қоштасып, Талғат мені үйге дейін алып кеп тастады. Қоштасарда құшағына қатты қысып, құлағыма менің жарым болсаң арманым болмас еді дегенінде, маған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасап жатыр ма деп, іштей қатты қуанып кеттім. Мен де оны қатты құшып бетінен сүйіп, сен де жарым болса, мен бақыттымын, деп, екеуміз ертең көріспейтін жандардай бір-бірімізді қимай-қимай қоштастық. Үйге кірген соң аяғымның ұшымен ғана өз бөлмеме кіріп, Айнұрдың жанына жата қалдым. Айнұр сіңілім пысылдап ұйықтап жатыр. Ал мен өмірге дән риза болып, Талғат екеуміздің болашақ отбасылық өміріміз жайлы көз алдыма елестетіп, бақытты күндерімізді аңсап, армандап жатып тәтті ұйқыға кеттім. Бірақ өмірде барлығы біз ойлағандай бола бермейді екен ғой. Жалғасы бар. Авторы және әңгімені дыбыстаушы Жазира Төлешова. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.